Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Бекжанова Бақтыгүл Өмірзаковна, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының 7-ші орта мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімімін. Біз бүгін өзін-өзі тану пәнінің 33-ші сабағы балалық шақ мейрамы тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың құндылығы жалпы адамзаттық құндылық, қасиеттері, ізгілік, бақыт, сүйіспеншілік. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға балалық шақтың қызықтарын түсіндіре отырып, ақиқат құндылығының мәнін ашу. Сабағымыздың міндеттері оқушыларға ақкөңіл болудың қажеттілігін түсіндіру. Оқушылар бойындағы бауырмалдық қасиеттерін дамыту. Оқушыларды татулыққа тәрбиелеу. Ендеше сабағымызды 5-ті ережесімен бастайық. Тәртіп сақтап, талапты болып, татулықта бірге, тазалық сақтап, тыныштықта отыратын болсақ, сабағымыз жақсы өтеді, балалар. Ендеше сабағымыздың дәйек сөзімен танысайық. Татулық табылмас бақыт деген екен халық даналығы. Ендеше балалар, менімен бірге қайталап дәптеріңізге жазып алыңыздар. Татулық табылмас бақыт. Тағы да бір рет. Татулық табылмас бақыт. Балалар, татулық деген не? Бұл дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер? Табылмас бақыт деген не? Сол сұрақтардың жауаптарын іздеп көріңіздер. Балалар, мен бүгін сіздерге мұғалім сыйы ретінде бір үзім нан видеоролигін дайындап келдім. Қараңыздар. Баяғы бір заманда бай мен кедей көрші өмір сүріпті. Олардың араздығы сондай, бірін-бірі көргісі келмейді екен. Байдың үйі кең әдемі болыпты, іші толған алтын мен күміс екен. Ал кедейдің үйі ағаштан жасалған, төбесін бұтамен жапқан қора екен. Алтын мен күміс түгілі нанын әзер тауып жепті. Егін егіп, оны суарып, күтіп, орып өз күнін өзі көріпті. Бір жылы көктемде алапат су тасқыны болады. Бай алтынын көтеріп ағаштың басына шығып кетеді. Ал кедей болса, бір көмеш нанын қойнына салып, ол да ағаштың басына көтеріледі. Су тасқыны 15 күнге созылады. Бір күні қарны ашқан бай кедейге: «Ей, кедей, сен мына бір кесек алтынды ал да, маған бір үзін нан бер» дейді. «Жоқ, алтынның өзіңе нан бере алмаймын» деп жауап береді кедей. Екінші күні бай кедейден тағы да нан сұрайды. «Алтынымның жартысын берейін» дейді бұл жолы. «Жоқ, бере алмаймын» деп бұл жолы да кедей келіспейді. Ақыры аштан өліп бара жатқан соң шыдамай, бай бір үзім нанға барлық алтынын айырбастайтынын айтады. Кедей бәрібір көнбейді. Бойынан күші кеткен бай басы айналып суға құлап кетеді. Ал келесі күні су тоқтап, кедей ағаштың басынан түседі. Халықтың алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен дегені осыдан айтылған екен. Балалар, видеоролик ұнады ма? Неліктен адамдар қиын жағдайға тап болғанда бір-біріне көмектесуі керек? Бойында риясыз сүйіспеншілігі бар адамның қандай қасиеттері болады? Сендер осындай қиын жағдайда өзгелерге көмек көрсетер ме едіңдер? Ендеше балалар, сұрақтарға жауап беріп болсақ, шығармашылық жұмысымызды орындайық. Дәптермен жұмыс. 62-63 беттегі бірінші тапсырманы орындаңдар. Және 73 беттегі номер 2 тапсырманы орындаңдар. Бірінші тапсырмада суретті боя, ал екінші тапсырмада тест тапсырмаларын орындаңдар. Ендеше балалар, сабағымыздың соңына да жетіп қалдық. Топпен ән айтайық. Жаз мереке әні.